Баршаңызға сәлем. Бүгінгі тақырыбымыз эпилепсия. Эпилепсия дегеніміз науқастың денесінде болатын әртүрлі ұстамалармен көрінетін, ол ұстамаларды науқас басқара алмайтын және нәтижесінің ауруы болып есептелінеді. Эпилепсияның негізгі себептері ол нейрондардың активтілігінің өте қатты жоғары болуынан деп сипатталынады. Яғни нейрондардың активтілігі дегеніміз бір нейроннан екінші нейронға қосудың өтуі болып есептелінеді. Ал ондағы қосу ондағы электролиттердің ішке және сыртқа өтуімен сипатталынады. Пароксизмальды ұстама деп айтамыз. Егер де қосудың тым қатты жоғары болып немесе тым қатты төмен болуынан пайда болатын ұстаманы. Енді жаңа айтылған электролиттердің ішке кіруі мен сыртқа шығуын басқарып отырады, олар нейротрансмиттерлер. Нейротрансмиттерлердің негізгісі ол глутамат деп атаймыз. Ол глутамат рецептормен байланысып, кальцийдің оң иондарын ішке қарай кіргізеді. Нәтижесінен каналға H деген бұйрық береді, және де қосудың өту белсенділігін арттыруға жауап береді. Екіншісі ол ГМК деп айтамыз. ГМК ол хлордың теріс иондарының өтуіне, сыртқа қарай шығуына, каналдың жабылуына жауап береді, және де қозудың тоқтауына, яғни төмендеуіне қатысады екен. Яғни эпилепсия кезінде осындай глутамат рецепторының активациялауының, яғни белсенділігінің тым қатты ұзақ немесе тым қатты жоғары болуы нәтижесінен, немесе ГМК-ның дисфункциясы нәтижесінен, генетикалық мутация нәтижесінен ол қосып тұрған белсенген ошақты ГМК арқылы төмендете алмағандықтан эпилепсиялық ошақтардың пайда болуымен сипатталынады. Яғни одан бөлек мида ісіктер болатын болса, мида аномалиялық қан тамырлары болса, ми жарақаты болса, онда эпилепсия пайда болуына ол да бір алғы шарт болып есептелінеді. Енді эпилепсияны біз пайда болу ошағына, симптомдарына байланысты екіге жіктейміз: жергілікті және де жалпы деп жіктейміз. Немесе фокальды және де генерализацияланған деп айтайық. Жергілікті өзі атайып тұрғандай, ол белгілі бір жерде, яғни белгілі бір бөлікте немесе мидың белгілі бір жарты шарында қозу ошағының пайда болуымен сипатталынады. Оны біз тағы бөлеміз: қарапайым және де күрделі деп бөлеміз. Ол екеуінің негізгі айырмашылығы қарапайым кезінде науқастың иесінің сақталуымен, ал күрделі кезде науқастың иесінің бұзылуымен көрінеді. Яғни ұстама болып жатқан периодта науқастың иесі сақталады, және де ұстама біткеннен кейін науқас өзінде ұстаманың болғанын растайды. Одан бөлек науқастың өзінде бір жағымсыз сезімдер болады, жағымсыз бір иіс, жағымсыз дәм, немесе жағымсыз бір нәрсені естуі мүмкін. Және де ұстамалар ол белгілі бір бұлшықет топтарында ғана болады қарапайым кезінде. Яғни бұл жергілікті болғандықтан белгілі бір жерде ғана ұстамалар болады. Ал генерализацияланған ұстама кезінде ол жалпы бұлшықеттердің бірнеше топтарының арасында болады. Соған байланысты біз оларды бірнеше түрге жіктейміз. Бірінші тоникалық деп айтамыз, яғни тоникалық жиырылу түрі. Науқаста ол кезде денесінің қатты құрысуының нәтижесінде науқастың көбіне артқа қарай құлауымен сипатталынады. Ал атоникалық деген ол тонусының мүлде төмен түсуі. Яғни тоникалық деген тонусының жоғарылап кетуі нәтижесінен тырысып тіпті арқасының көтерілуіне дейін барса, атоникалық ол керісінше науқастың бұлшықеттердің бірден әлсіреуімен және науқастың керісінше алға қарай соның нәтижесінен күшінің төмендеуінен алға қарай құлауымен көрінеді. Келесі түрі клоникалық деген түрі, ол клоникалық бұлшықеттердің барлық топтарының жиырылуымен көрінеді. Келесі түрі ол тоника-клоникалық деген, ол жиі кездеседі көбінесе. Яғни бірінші тоникалық фаза, екінші клоникалық фазаға қарай өтеді. Яғни бірінші клоникалық фаза кезінде екеуінде де бетінде цианоз байқалынады. Негізгі айырмашылығы ол арқасының жоғарылауымен және де дәл осы позадағыдай жиырылуымен көрінеді. Эпилепсиялық жылаған секілді беті және де зәрді ұстамаумен байқалынады. Клоникалық фазасында дәл жаңағыдай цианоз, зәрді ұстамау және де аузынан көпіршікті сілеген бөлінумен, және де клоникалық тұрғыда бұл кезде арқасы төмен түскен, және электроэнцефалографияда байқасаңыздар тоникалық фазасының өте жиі, ал клоникалық кішкене алшақ жатқанын байқай аламыз. Келесі түрі миоклоникалық фаза, ол бұлшықеттердің тек белгілі бір топтарында ғана клоникалық жиырылулар болады. Мысалы, бұл науқаста қолының клоникалық жиырылуын көреміз. Саусағының ұштарының немесе қолының деп айтайық, қолындағы заттарды төмен түсіріп алуымен көрінеді.
Келесі ол абсанс деген түрі. Ол өте қысқа уақытқа созылатын, науқас өзінің істеп жатқан ісінен бір уақытта тоқтайды және не болып жатқанын пайымдай алмайды. Жүріп келе жатып бірден тоқтап қалады. Бұны біз абсанс деп айтамыз. Бұл да эпилепсиялық симптомның бір түрі болып есептелінеді. Егер эпилепсиялық статус деп айтамыз, егер де ұстаманың саны 5 минуттан ұзаққа созылса және де ол қалпына келмесе, аралығында ұстамалардың арасында бір науқастың қалпына келуі байқалмаса, біз оны эпилепсиялық статус деп айтамыз. Міндетті түрде жедел көмек көрсетуіміз қажет, өте өмірге қауіпті. Себебі байқасаңыз, науқаста цианоз болып тұр, бетінде аузының көпіршігі ағып жатыр. Яғни барлық бұлшықет топтарының жиырылуынан, тіпті науқастың тыныс алуының өзінің қиындауынан, науқастың өліміне дейін алып келуі мүмкін. Сондықтан біз бірден жаңағыдай құрысуды басатын бензодиазепинді жедел жәрдем кезінде бензодиазепинмен емдейтін боламыз. Одан соң диагностикасы, науқасқа біз миға шолу жасау үшін КТ және де МРТ-ны түсіреміз. Онда қандай да бір ісіктер бар ма, қан тамырларының жағдайын көреміз. Электроэнцефалография мидың электрлік белсенділігін анықтауымыз үшін жасалынады. Мысалы, егер науқаста қарапайым түрде эпилепсия болса, сол басталып жатқан кезінде біз электроэнцефалографияға түсіру арқылы оның белсенділігін көре аламыз. Емі құрысуға қарсы препараттармен емдейді, науқас оны күнде қабылдайды. Бұл препараттар әр науқасқа жеке тағайындалынады, жасына, өмір салтына байланысты. Екінші хирургиялық ем, жаңа айтқанда белгілі бір ошақтарында зақымдану болса, ісік болса, оларды алып тастауымыз керек. Келесі кезбе нервтің стимуляторы. Бұл жаңағыдай нейрондардың активтілігін басқаруға көмектесе алады. Сондықтан кезбе нервтің стимуляторын қолдана аламыз. Назарларыңызға рахмет.